Бүгін мен жұмыстағы бірінші күнім. Мен жұмыссыз 1 жылдай жүргем және қарыздардың астынан жатқам. Енді мен жолым болды. Мен жұмыс алдым. Бастығымның өтінішін үзбеу үшін бәрін жасау керек және бірінші айда шығып кетпесем болды. Таңертең бастық маған кіріп кетуін сұрады және ол маған қызық тапсырма беруге уәде берген. Мүмкін бірден менің қасиеттерімді білгісі келген шығар. Егер офистағылар мені ақымақ санаса, ендеше олар қатты қателеседі. Жарты сағаттан кейін маған берілген адреске қарай ұштым. Бұл қаланың шетіндегі қорқынышты жер екен. Менің жұмысым несиесі бар адамдарға барып, төленбеген ақша жайлы ескерту, сотқа қағаз беру және тағы басқа істер. Менің бүгінгі күн тапсырмам ең қиындардың қиыны болды және соңғы сатыларда болды. Маған пәтердің иесіне үйден шығару туралы ордер беру керек еді. Мен есік алдына келгенде таңғалып қалдым. Себебі бұл фундаментте әрең тұрды және өте ескі болды, әрі қорқынышты болды. Мен енді есік қаққанда қорқынышты дауыс естідім. Әй, кетіңдер, бұл жерде ақмақтар. Мен осыдан қуып көріңдер. Мен осы жерде қулықпен шешуді шештім. Кешіріңіз, бізге тек сіздің бізге шаруаңыз жоқ туралы жазсаңыз болды. Сосын сізге алаңдатпаймыз. Шын ба? Менің көзім көрмейді, сіздер мені алдамаған деп ойлаймын. Егер алдасам... Уәде берем, өтірік емес, мына жерге және мына жерге. Бұл кемпір аңқау екендігі таңғалдырады. Мен бәрін жоспар бойынша істедім. Бәрі бастық үйреткендей. Бір қағаз оған, біреу маған. Жұмыс бітті, қалған ертең полиция жасайды. Бұл кемпірді қуады, сосын үйді таңбалайды. Болды, жұмыс бітті. Оның сол кездегі түрін көрсеңдер, ол енді есікті ашқанда маған шап берді. Менің бір тал шашым жұлып, түсініксіз тілде бірдеңелер айта бастады. Содан бері біртүрлі оқиғалар бастады. Мен сау ұйқымды жоғалттым. Мен дұрыс ұйықтай алмадым. Ал егер ұйықтасам да, мен қорқыныш түс көретінмін. Әлде бұл түс емес па? Мен есімнен адасқанымды түсіндім. Бұл 1 аптадай жалғасты. Және мен мүлдем ұйықтамадым. Сосын телефон қоңыраулады. Қалыңға бейшара өтірікші. Мен сені қарғыс аттым. Түнде қызықтар қалай? Не сөйлемей тұрсың? Сен өз күнәуін жуып шай үшін менің үйімде 5 түн қону керексің. 5 немене? Иә, 5 түн ғана қонсаң, мен сенің қарғысты шешемін. Бұл кемпір мыстан болды. Және мен түн сайын не көргенімді түсіндіре алмаймын. Және ешкімге ондай тілемеймін. Сол үшін мен сол түні Юскидің жанына келдім. Мен видеоларды дублировать жүрген каналда жаңа ойын шықты, және сен оны Яндекс арқылы ойнай аласың. Әлгі жігітке 5 түн Юскиде қонуға сен ғана көмектесе аласың. Ал ойынның және Creepover Story атты каналдың ссылкасы описаниеда болады.